Білесіз бе, қыз алып қашу салты қазақта болмаған. Біздің қоғамда аталмыш қылмысты атам заманнан келе жатқан салт дейтіндер аз емес. Алайда олар қателеседі. Неге? Қазір толық түсіндіремін. 17 ғасырда Тәуке ханның 7 жарғы заңдар жинағына көз салсақ, қыз алып қашу ауыр қылмыстар санатына жатады. Жазасы адам өлтірумен тең болған, яғни өлім жазасы. Егер зардап шеккен тарап татуласуға келісіп істі бейбіт түрде шешкісі келетін болса, айыпты тарап 200 жылқының құнын төлеуі тиіс болған. Қазіргі бағамен санайтын болсақ, өтемақы құны $200.000. Яғни қазақ даласында қыз алып қашқан адам өлім жазасына кесілген. Я болмаса толық банкрот болған. Сондықтан аталмыш жабайы үрдісті бабадан қалған салт дәстүрде жүргендер сандырақтап жүр. Егер ата-бабамыз қыз алып қашуды салт деп есептесе, Тәуке хан оған тыйым салмас еді. Қыз алып қашу атам заманда да, қазір де қылмыс. Солай, көбісі видеоларымды қарайды, бірақ жазылмайды. Жазылып қойсаңыздаршы.